Сәдуақас Балмағамбет дейтін ағам болды. Ол кісінің ерекшелігі сол Сәдуақас ағамыз. Ол да бір дәстүрлі нағыз ескінің көзі болған Қазанғаптың дәстүрін жалғастырған адам еді. Сабақ берісі де бөлек болады, нотаға шұқшиып қарап отырмайды, сол келеді де күйді тартып жүреді, бірақ ана жерде кеуденің соншалықты нәрсені, көп нәрсені сіңіріп тастайды. Сол күйдің лебімен жүрген кезде өзің ынтығын қояды, өзің үйренесің ары қарай, сені еміндіріп қояды, қызықтырып қояды. Бір күні сосын өзі денсаулығы онша емес еді, аспазда қоймайды, былай не еді, сонда анау Абылайхана керігі бар ғой. Сол жерде пельменіден жеп алады да келіп сабақ берген сол отырып алып кабинетте күй тартады. Сонда бір есімнен кетпейтін бір күй тартатын. Домбыра қайда, Сәдуақас аға қайда, бір тұтас бір әлемге айналып кететін. Сол кісінің көкілін тыңдап, көкейге түскен көкіл деп бекер айтпайды ғой, көкейге түскен кезде кейін осы Әбіш Кекілбаев ағам бір кездескенде айтты, Бекболат, мыналардың бәрін жандандыру керек, ақтан берден шығардыңдар, одан тоқтақ балдыңдар, Қазтуған қайда, Шалкиіз қайда, Доспанбет қайда деген сияқты. Өнерде бізге жол көрсетіп бастамашы болған кісілер ғой. Сосын Ақселеу Сейдімбеков ағамыз негізі сүгірдің анау ыңғай төкпе дейтін, бұл сүгірдің күйі болатын. Осыны күлдір кісінетіп, күріңді мінер мекен, бүзгідерден бау тағып, кіреукеге ермекен, жағасы алтын жеңіже шығыр торғай көз, ақсауыт киер мекен. Деп осыны жырда алып кеп күйге айналдырған Ақселеу Сейдімбек болатын. Бұл методологияның өзін ау басында тұрған, негізінде тұрған адам Ақселеу Сейдімбек. Бұл тоқтақ балды. Бірақ алғай жалғастыра алмаймыз. Қазтуған сөзін көріп отырмыз. Енді оқысаңыз, төбе оқығаңыз шымырлайды, бірақ ән табайын десең, біз бәрібір 20-шы ғасырдың аяғындағы сол отарлық елдің перзенті болғаннан кейін сыңсып сол 20-шы ғасырдың жылауық бірдеңесі ғана кеудене келеді. Жақсы нәрсені, лайықты нәрсені таба алмай жүрген көзі Сәдуақас Балмағамбет көкілді тартып отқанда өзінен өзі сол күйге Қазтуғанның сөзі жаза кетті. Алаңдап алаң жұрт, ағалап ордам қонған жұрт, атамыз біздің сүйініш, күйеуде болып барған жұрт, анамыз біздің боз туған, келінде болып түскен жұрт. Қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Атамыз біздің боз туған. Қарап отырсаңыз, жырдың бүкіл сыры, айтқанда шынайы беті, айтам деген ой. Өзінің заманына жақын әуенге салынғанда ғана шығады. Енді осыны біз қазіргі бір минорлы, заманауи әнге Қазтуғанды салсаңыз, бір мазақ сияқты болады. Ешқандай оның мәнін ашпайды. Мәні не ашады деген кезде, сол Ақселеулер жасап кеткен жаңағы тәсіл, осы методология ашатын болды. Кейін күйді әнге айналдырған кезде Бақыт Басқарайыптың құс қайтару дейтін күйі бар ғой. Қазанғаптың күйі, Бақыт Басқарайыптың орындауындағы. Сонда кеп салдық. Еділді келіп алған, етекке қолды салған, жайықты келіп алғаны, жағаға қолды салғаны, ойынды келіп алғаны, ойындағысы болғаны, бүргенішпенен бұқарға арбасын айдап барғаны, замананы қарасаң, айналайын жарандар бір қасықтың шалғаны.
бала жағдайда ұсынып шаншырғын қайда садақ толы сай кезек масағынан өткеріп басың құлға жеткеріп созып та тартар күн қайда кет бұғадай билерден кеңес сұрар күн қайда. Бұның сырын ашатын, енді Мөңкенің сөзіне қосып, Доспанбеттің сөзіне қосып айтып жатырмын ғой. Енді бұның сырын ашатын басқа музыканы қайдан табасыз? Сондықтан да сол шалдардан бар нәрсені, ана күпіген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деп Мұқағали ағамыз айтқандай, осы тәсілді бізге алдыңғы буын ағалар көрсетіп кеткен болатын. Дәстүр дейтін нәрсе ағайын осы. Дәстүр қаншалықты тамырға негізделсе, тамырдан бастау болса, ана дарақ сияқты ғой, ағаш сияқты ғой бәйтерек. Тамырына құрт түскен кезде оның жапырағы да, бұтағы да бәрі де қурап құртысы бітіп шығады. Бұның тамыры аман болу керек. Сондықтан да негізінен көбінесе шабуыл, сен дәстүрлі музыкаң болсын, дәстүрлі таным болсын, анау тамырына ұмтылады. Тамыры бұзылған соң бер жағынан жерден күлтіп адам ғой, елканың бірдеңесін ойыншығын таққан сияқты бірдеңе болғанмен, ол бәрі ол өзі кетіп құлайды. Сондықтан негіз жабысатын нәрсеңді, қадірлейтінді, әспейттейтініміз де осы шалдардан қалған мұра болуға тиісті.